Ал кеш жарық, құрметті қазақстандықтар, мен бүгін сіздермен Word программасымен қалай жұмыс істеуге болады, қандай инструменттер пайдаланады, сол жөнінде сіздерге таныстыратын болам. Бірінші урогымыз біз Word'да таблица жасауды үйренейік. Ол үшін біз Microsoft Word программасын ашамыз. Пуск, все программы, Microsoft Office Word 2007-ні таңдаймыз. Енді таңдағаннан кейін біз бірінші төбесіндегі жазуды жазайық. Посещаемость. Үлкен әріппен жазу үшін shift'ін ұстап тұрып әріпін істейміз. Посещаемость и выручка кинотеатров города. Кинотеатров города жаздық. Енді төмен түсіру үшін Enterмен басамыз. Төмен түстік. Мінекей, енді таблицамызды қарайық. Таблицамыз біздің бірінші қанша строк, қанша столбец екенін біліп алу керек. Строк санын санауымызды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 строк. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбец. Енді соны жазуымыз керек. Ол үшін вставка закладкасына кіреміз. Таблица, вставить таблицу. Число строк 2-ні басамыз да өлшеп тастаймыз. Backspace'пен 8 береміз. Столбцын өлшеп тастаймыз да 9-ды береміз. Окей, кетті. Енді қарап отырсаңыз, ұяшықтың бірінші ұяшық бізде 2 ұяшық бірігіп тұрады. Ол яғни оны ластикті аламыз, өлшеп тастаймыз. Келесі, бұл ластиктен шығу үшін escape'ті басамыз. Міндетті түрде келесіден қарасаңыз, январь 2 ұяшықтың бірігуінен тұрады. Январь бана операцияны қайталаймыз, ластикті аламыз, екеуінің арасын өлшеп тастаймыз. Келесі, мына жерде өлшеп тастаймыз, қайталаймыз. Енді айдың аттарын жазамыз. Январь. Келесі ұяшыққа өту үшін курсорды сол жағын басып бір рет қосамыз. Одан кейін февраль. Одан кейін март. Қарасаңыз, мен мына жерде қателесіп кеттім. Бұл қателені қалай жөндеуге болады? Ол мен 2 строканы столбецті белгілеп қойдым. Ал керек болған 2 строканы белгілеуім керек еді. Енді ештеңе қылмайды. Ластикті аламыз. Енді қарындашты аламыз да, мынаны қайтып строка қосамыз. Мен керісінше дұрыс істеген жоқпын, сондықтан кері қайтамын. Кері қайту үшін мынаны басамыз, немесе Ctrl-Z басамыз. Мынаны аламыз да, мына жерден қақ ортадан 2-ге бөліп тастаймыз. 2-ге болды, шығамыз, escape арқылы шығамыз. Қайтып ластикті аламыз, өлшеп тастаймыз. Ашық болды. Енді жазамыз мына жерге. Посещаемость за 3 месяца. Посещаемость за 3 месяца. Кеттік. Мына жаққа выручка. Жазып болдық. Келесі мына жерге название кинотеатра. Келесі біз енді мына жерде посещаемость тұрады. Посещаемость выручка. Енді қараңыз, мына қайтып жазып жатпау үшін бізге мынаны алып копировать етіп қоймамыз жеңіл болады. Екеуін белгілеп аламыз, главныйға барамыз, копировать, одан кейін қайтып вставить. Келесі, енді біздің таблицаны қарап отырсаңыз, мына жерде мынау тігінен орналасқан. Дәл солай істеу үшін бәрін бүйтіп белгілеп аламыз, керегінің бәрін, ұяшығымыздың бәрін белгілеп алдық. Қарасаңыз, таблицаны жазсақ, бізде 2 қосымша закладка пайда болады. Егер таблицаны шығып кетсек, ол закладка жоқ. Таблицка болса, 2 закладкадан бірінші белгілеп аламыз бұлай. Одан кейін макет закладкасына кіреміз. Направление текста өзіміз ыңғайымызға өзгертеміз. Өзгертілді. Одан кейін мына арасын бүйтіп қолмен жөндесек болады. Мысалы, тағы да белгілеп аласыз да, бұлай жылжытасыз. Сол кезде сіздердің жағыңыз келеді. Выручканы да жылжытасыз мысалға. Мына посещаемостьті де жылжытасыз. Кейіңіз. Қазір. Мұнан алып жіберіп, істей жібересіз. Бұлай істей жібересіз. Артық кетіп қалдым. Тағы да болды. Мынау тұра берсе де болады. Келесі, яғни сіз дәл сол операцияны қайталайсыз. Тағы да ар жағы енді бұл жазу енді қиындық туғызбайды деп ойлаймын. 399, 960,
өзіңіз мәндерін береміз. Яғни бұл жерде сіздерге түсіндіргім келгені таблица жазуды түсіндіргім келді. Яғни тағы да қайталаймын, макет конструктор закладкасына карандашпен ластикті пайдаланып отырмыз. Ластик өшіреміз, карандашпен таблицаны сызамыз. Шығу үшін escape программа басамыз. Енді қайтып жаңа строка салу үшін оң жақты басамыз, вставить строки снизу. Тағы да вставить строки снизу. Көреміз. Енді өшіру үшін белгілеп аламыз да, ямыз белгілемей қоя саламыз. Бір жерге астына. Енді удалить ячейкеге барамыз. Удалить всю строку таңдаймыз, мысалға строка келсе. Столбец керек болса, біз қоямыз, удалить ячейки, весь столбец қоямыз. Мінекей. Енді қайтып оң жақты басып вставить строку деп ұтпайық. Мына жерге барамыз да, enter бассақ, жаңа яшықтар строкалар төмен түсе береді. Енді жалпы бұл таблица салуды үйрену деп ойлаймын сіздерді. Яғни ұнап жатса видео лайк басуларыңызды сұраймын. Рахмет. Енді бірақ біз бұны сақтақ видеомызды сохранить. Как Word документімізді сохранить етеміз. Мына жерден рабочий стол таңдаймыз. Мына жерге ат папканы береміз. Болмаса рабочий стол өзін сақтайтын болсақ, посещаемыз, ат сақтаймыз. Одан кейін тип файлы документ Word 97-2003 көрсетеміз. Мінеге документім сақталды. Енді шығару керек печатқа, распечатать ету керек. Қағаз бетіне шығару. Ол қалай болады? Ол қиын емес, ол файл. Мына бізде мысалы бірнеше бет тұрсын делік. Мысалға жаңа бет салу үшін астына барамыз, соңғы листі қоямыз, вставка пустая страница кіреміз. Пустая страница. Міне бізде қосымша беттер қосылды. Енді қарап отырсаңыз, мына жерде беттердің нумерациясы жүреді. Мысалы, бірінші бет, мына жер екінші бет, үш бет, екі бет қосқан екен. Енді шығаруым керек. Мына бетті ана шығаруым керек. Курсорда любой бір жерге басамыз, файл, печать, принтердің атын таңдаймыз. Менде принтер копия 3. Енді 3 түрі бар. Все текущие номера. Все десеңіз, мына жер копиясын таңдап 2-3 берсеңіз, барлық бет шығады. Неше бет бар? 3 бетте шығады. Ал текущие десеңіз, жаңа курсорымыз қай соңғы жерде қалды, сол бетте ғана шығады. Номера дегеніміз мысалға қарап отырсаңыз, маған екінші, үшінші бетті ғана шығару керек. Номера 2 дейміз де, сызықша 3 дейміз. 2 де шығады. Егер тек екінші бетті ғана шығарым келсе, 2 деп ғана шығарам да, окей де басам. Құрметті достар, енді сіздер осы таблица салуды, распечатать етуді үйренді деп ойлаймын. Тамашалағандарыңызға рахмет көп-көп. Кездесіп, кездескенше сау болыңыздар.